Алтын. Алтын Қазақстанда өте жоғары деңгейде өндіріледі. Алтын ол өте қымбат ресурс. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Қазақстанның көптеген облыстарында көптеген мөлшерде алтын өндіріледі. Оны өндіретін Узбой, Алтынбас, Далабай, Ақжал деген сияқты көптеген кен орындары бар. Алтын ешқашан таза күйінде кездеспейді. Табиғатта ол әрдайым басқа да тау-кен жыныстарымен араласып келеді. Алтынды алу үшін ең алдымен алтынды өте жоғары температураға дейін қыздырып, оны балқытып алу керек. Одан кейін алтынды арнайы формаларға құйып, оны суыту керек. Суыған алтынды арнайы жерге апарып, оны кептіріп қою керек. Себебі кепкен алтында басқа қосымша заттар аз болады. Кеуіп қалған дайын алтынның салмағын таразыда өлшеп, оны арнайы бөлімшеге жібереді. Арнайы бөлімшеде бұл алтынды химиялық жолдармен тағы да тазартады, себебі оның құрамындағы алтынның пайыздық мөлшері 99% болу керек, әйтпесе ол жарамсыз болады. Бұл бөлімшеде оны түрлі химиялық әдістер арқылы шаю немесе де қайта балқытып еріту арқылы оны 99%-ға дейін тазартуға тырысады, себебі таза алтынның бағасы да қымбат болады. Алтынды өңдейтін кезде әрдайым оның салмағын жазып отыру маңызды, себебі алтынның әрбір граммы өте қымбат бағамен жүреді. Шамамен 1 граммы 22 000 теңгеге тең. Сондықтан да әрбір граммын жоғалтқан ол үлкен қателік болып саналады. Алтынды тек қана әшекей бұйым жасау саласында ғана емес, медицина саласында да қолданады. Алтын тістер мен алтын капсулаларды қазірдің өзінде медицинада көп қолданылады. Ал кейбір заттарды қаптаған кезде алтын ол номер 1 материал болып саналады. Әшекей бұйымдардың өзінде де алтын өте көп қолданылады. Алтынды арнайы машиналарда тасымалдайды, себебі алда айтып өткендей оның бағасы өте қымбат. Бізден алтынды сатып алатын елдері ол ақш, Италия және Германия. Ал алтынның басты инвесторы ол Glencore International швейцарлық компания және де сингапурлық East Copper Holdings компаниясы.